Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте тойымды осылай оң қуырдақ деген тағам бірге дайындайтын боламыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажетті заттарымыз ол ет, пияз, картоп, сәбіз. Барлығын осылай турап дайындап қойдым. Қазанымызды алып, отымызға қойып, үстінен майымызды құйып, қызған уақытта етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды саламыз. Сәбізімізді саламыз. Пиязымыз жұмсарғаннан кейін. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. Аздап томат қосып жібереміз. Картопымызды салып, жақсылап қуырып, үстінен суымызды құямыз. Суымызды бетпе-бет қылып құятын боламыз. Көп құюдың қажеті жоқ. Енді қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнаған соң астын пәсетіп қоямыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға салқын суға тұзымызды ертіп, аз-аздан құя отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырларымыз қаттылау, бешбармақтың қамырындай болуы тиіс. Дәл осылай болып шығады. Дайын болған қамырымызды демалдыруға қойып қоямыз. Арада қайтарып иледім қамырымызды. Енді қамырымызды алып, ұн себе отырып, оқтаудың көмегіменен орташа ғып жайып аламыз. Жайып алған қамырымыздың үстінен барлық жеріне жететіндей етіп, сұйық маймен жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп жағып шықтым. Енді дәл осындай формада кесіп шығатын боламыз. Шетінен бастап ораймыз. Алдын ала мантываркамызға су құйып қайнатып қоямыз. Табамызды алып, майлап, араларына май жаға отырып, қамырларымызды орналастырып аламыз. Дайын болған қамырымызды 20 минутқа мантываркаға қойып, шала пісіріп алатын боламыз. Арада 20 минут уақыт өткенде аламыз. Ешқандай арасы жабыспайды. Дайын қамырларымызды осылай ұзынша етіп кесіп шығатын боламыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Өте тойымды ас. Үлкендерге де, балаларға да өте ұнайды. Міне барлығын осылай кесіп алдық. Енді қайнап тұрған подливамыздың үстіне осы қамырымызды салып 10 минутқа қоямыз. Осы уақытта отымыздың астын пәсетеміз. Тағамдарымыз дайын болды. Өте оңай, өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына әрбіріңіз үлесіңізді қосып, егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және арнамда көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.